А, дәуреншек, мына жерге не істеп қоя қойшы, прикрепить етіп қоя қойшы біздің білім стейшнді. Опа. Кірдік-ау. Ой, сәлем. Ой, рахмет, Еркебұлан, рахмет. Аллах разы болсын. Ой, сәлем. Осы Сәлемет. енді мен өзімді бір қатал адам сияқты көремін. Біздің студенттер уже. Аманғали. Рахмет, барлықтарына еш қалайсыздар, өте керемет эфир болды. Пайдалы болды деп ойлаймын. Жылы сөздеріңізге, қолдауларыңызға әрқашан рахмет. Қазір енді дәуренмен бұйыртса қалмаймыз, бірақ сіздермен Азекен. Кстати, көргендеріңізде енді бана Гүлдан әпкенің есінен көрмеген шығарсыздар. Мынау Сакар университетінің толстовкасын ойнатып жатыр конкурста. Ойнаңыздар, сіздерге де бұйырсын. Аты мына осылай именной. Сол конкурсқа қатысыңыздар, спонсорларға демеушілерге жазылыңыздар. Сіздерге сәттілік тілейміз. Не айтам? Қазір сіздердің қандай сұрақтарыңыз бар, қойыңыздар. Жауап берейік. И потом Гүлдан әпкенің как-то оқырмандарына скидка бұйыртса болады. Өзіңіздің сұрақты мүмкін үзіліммен сіз қаласыз. Соңғы бақтарыңызды сынап көріңіздер. Оқу бағасын айта аласыз. Ең арзан мамандық журналистика мамандығы 75 мың теңгеден басталады бір жылына. Ең қымбаты архитектура, ол 251 мың теңге. Толық тізімді көру үшін бізге хабарласыңыз, біз сізге тізімді жібереміз. Еще бізде стоматология толып қалды, бірақ медицинада акушерство мен медсестра қалды. Иә, акушерство мен медсестра, қалғандары толып қалды. Қанша жеке жазыңыз, сізге жазамыз. Туризм бір жылы 130 мың теңге. Иә. Сұрақтарыңыз қоя беріңіздер, біз жауап берейік, қолдан келгенше. Мен өзім қазір Сакариядамын, көптеген инстаграмнан сұрап жатқан оқырмандарға. Мен Сакариядамын. Сіздерді күтемін. Барлық адамға эфир біткеннен кейін жауап береміз. Уайымдамай қойыңыз, ешкімді қалдырмаймыз жауапсыз. Қазір клубымыз істемейді, тікелей эфирден кейін жіберемін. Жеке инстаграмға сіз өзіңіздің номеріңізді қалдырыңыз, немесе біздің парақшамыздағы бастапқы беттегі номерге жазып жіберіңіз, мен сол жаққа жіберемін. Так. Так, ең сұрақтарыңызды қойыңыз, жауап берейік. Менеджмент. Нақты есімде жоқ. Сондықтан жеке шығыңыз, сізге жазып жіберемін. Вау, Нурс. Енді біз барлық мамандықтардың бағасы прайс-листі жібереміз. Сұрайтын болсаңыздар, сол жерде мамандығыңыз бар ма, жоқ па, толық ақпараттың барлығын беріп, сізді нақты жауапты беретін боламыз. Хабарласаңыз. Апай, айтып жіберсеңіз, 5 мамандықты не үшін таңдау керек? 5 мамандықты не үшін таңдайсыз? Например, айталық делік. 5 мамандықты не үшін таңдайсыз? Государственный управление мүмкін мемлекеттік қызметте істесеңіз. Одан кейін международный отношения бар, международный торговля бар. 4-5 мамандықты таңдайсыз. Осының ішінде бір
түсуге сізде мүмкіндік болады. Біз сіздер барлық оқу білім алып Түркияда оқуға қалағандықтан сізге 5 мамандықты таңдау арқылы мүмкіндік туып отыр. Сол себепті ең бірінші, екінші орынға өзіңіздің қатты прям алғыңыз келген мамандықтарды жазатын боласыздар. Соның біреуіне түрде түсесіз. Тіл үйрену үшін қазірден бастап не істеу қажет? Қазір енді карантин болғасын уақытыңыз көп шығар деп ойлаймын. Бос уақытыңызда сериал бастаңыз, өлең тыңдаңыз. Ең оңай жолдары осы. Өзіңізге құлаққа түрік тілі әдет болсын. Сол кезде Түркияға келгеннен кейін түрік тілін одан да тезірек үйренетін боласыз. Международный қанша халықаралық қатынастар мамандығы бір жылы 150 мың теңге болады. Біз өткенде дәуреншік нені жібердік қой, түрік тіліне студенттеріне, оқырмандарына кітаптар жібердік, презентациялар барлығын жібердік. Студенттеріміз пайдалы болсын деген мақсатта тегін курстарда ақпарат берген болатынмын. Әлі де екінші мен әлі жіберіп жоқпын. Бүгін жеті түрде отырып шын тілінің үйренемін, Түркияда оқимын десеңіздер, маған почталар беріңіздер. Осы карантинде уақыттарыңызды бос өткізбес үшін ол жерде бір дәрежеде кітаптар бар. Сабақ кестесі қалай болады? Сізге университетке түскеннен кейін сіздің сабақтарыңыз екі топқа бөлінеді. Бірінші топ ол міндетті түрде оқитын сабақ. Екінші топ ол сіздің өзіңіз таңдайтын сабақтарыңыз. Сол өзіңіз таңдайтын сабақтарыңызға қарай сіздің кестеңіз болады. Яғни былай айтсам да болады, кестеңізді өзіңіз таңдайсыз. Мысалға мен оқығанда мен аптасына 3-4 күн оқыдым, қалған күндері менде сабақтар болған жоқ. Менің кестем солай болды. Басқа адамдарда әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан ол сіздің таңдауыңызға және де сіздің міндетті пәндеріңіз қалай тұрғанға соған байланысты. 11 класты бітірген соң литература, докторантураға, одан кейін курс бітірген талапкерлерді ата-анам шетелге жіберуге қорқады дейді. Ата-анам шетелге жіберуге қорқады дейді. Кім жазып отыр? Еркебұлан. Ата-анам шетелге жіберуге қорқады деген оқушыларға дейді. Не деп айта аламын? Так, ата-анам шетелге жіберуге қорқамын деген. Мен өзім Атыраудан бізде Атыраудан Астана Алматыда оқығам. Стеж көрінеді. Егер шетелде білім алсаңыз, халықаралық стандарттарға сәйкес диплом алып, осы жақта білім алу екінің бірінің қолына бермейтіні хақта. Сол себепті мынаяқта өзіңіз алатын болсаңыз, ана баласына сенімді болса, ол ешқандай проблема емес. Менің 17 жасында, 15 жаста да студенттер бар. Сол себепті келіңіздер, студент әрбір ата-ананың көзімен қарасы. Сол себепті біздің қарамағымызда жоқ, және біздің докторант апайларымыздың идеялары бар. Сол жерде де көрсеңіздер болады, өте жақсы. Енді аяқта жақсылыққа түсіп ешқандай себебі ортасы жақсы бір адамның тұлғалық дамуына бір әсер ететін факторлардың бірі. Сакариядағы студенттер, барлық бауырлар, Түркияның қайғы өте керемет. Сол себепті ата-аналарға қорқуға қандай кедергі жоқ деп айтсам болады. Егер де ата-аналарыңыз қорқатын болса, біз ертең келісім шартқа отырғанда міндетті түрде ата-аналарыңызбен кездесіп, бізге сену үшін, бізге балаңызды тапсыру үшін тағы да консультация беріп, әңгімелесетін боламыз. Сондықтан жайлап дайында беріңіз, өйткені тек оқу деңгейін емес, Қазақстан қарағанда Түркияда оқу арзан. Сол оқу бағаларын көрсетіңіз, айтыңыз. Мен егер Қазақстанда оқысам, мындай ақша кетеді, Түркияда оқысам, сол себептерді айтып берсеңіз, ата-анаңызды көндіресіз жайлап.
Сондықтан ол жағынан қорықпауымыз қажет. Сапаға мән беру керек. Сапаға мән беру керек. Ата-аналармен біз өте ата-аналардың барлығын байқаймыз. Сол себепті теңіз ата-ана әрқашан баланы қолдайды. Экономист мамандығы қанша? Экономика 85 мың теңге бір жылы. Барлық тікелей эфирді сақтаймыз, және де маған осы білім стейшнға жеке жазсаңыз, барлық видеоларымыз ютубта да бар, барлық тікелей эфирде де ютубта бар. Сондықтан ештеңені жоғалтпайсыз, қайтадан қарай аласыз. Ютубқа салып қойдым барлығы. Сілтемені ауышын, жеке жазсаңыз, сізге жіберемін. Не только у нас Түркияда келіп жатқан Түркияға келу арқылы дәрежеде білім аласыз. Қоржыныңызға қосылып араб әртүрлі курстарға өзіңізді үздік мамандыққа сол себепті өкінбей өте Германияны татырлар Түркияны дәурен келді, көрді, да оқыды, Сакария оқыды, өте керемет. Так, медицина мамандықтарды айтып кеттік. Медсестра экология қандай бізде? Акушерство. Медсестра мен акушерство мамандықтарына. Авиация дейді, тағы бір пилотымыз шықты. Ой, осы кеттік. Бірінші айта кететін нәрсе оқу орны бола тұра оқу $1,000 төлейді авиация. Дауысыңыз жай естіліп жатыр, апай, микрофон жауып тұрған жоқсыз ба? Нет. Енді жақсы болды. Қазір. Енді? Енді жақсы. Ол сіз түркше оқу арқылы сіз жұмыспен қамтамасыз етпейді. Екінші, сол себепті сіздерге пилотты оқу үшін авиацияны Еуропада немесе Америка мемлекеттерінде оқуға кеңес береміз. Осындай бір студентіміз болды. Мен өзім 2 ай айналыстым ол студентпен. Қаншама пилоттармен кездестірді, қаншама жиналыстар болды. Даже экзамендер барлығын көрдік, бірақ ешқандай пайда болды. Толық болған жоқ дейді ғой. Бостан-бос уақытын өткізіп кетті. Қазіргі таңда Еуропаға дайындалып жатыр. Неге мен қатып жатырмын? Енді нормально. Сообщениялар 15 секунд кеш келеді, осындықтан ғой. Сіздерге енді тапсырма хабар. Біз қаласам Алматы, Астана, қалаларына барамыз, Ақтөбе қалаларына. Өзіміздің компания болады. Карантинім біткен жатыр. Уже бастайды. Оқып жүріп жинап бола ма дейді. Әрине болады. Менің қазір қанша жатыр, олардың например, бала бағады, болып жатыр английден, официант болып жүріп, одан кейін не дейді,
құрылыс компанияларында жұмысқа істеп жатыр. Олардың орташа жалақысы 120 мың теңгені құрайды. Сол себепті балалар ата-ана ақша алып жүрген жоқ. Айлық табысын алу арқылы өздерінің күндерін өздері көріп жүр. Сосын тағы нен? Иншалла, рахмет, еркебұлан, бұйыртса келіңдер, күтемін. Одан кейін жұмыс таппай қалған егер орталығымен келетін болсаңыздар, жұмысқа да да барлығына ат салысып кесеміз. Врач болғысы келеді балам дейді. Нешінші сыныпта оқып жатыр апай? Жалпы келісім. Бұйырса мына карантин одан кейін бастаймыз деп. Өтіп комментарий. Кай, шамалы қатып тұршы. Сырттай оқып жоқ. Сырттай оқып жоқ. Түркияның білім жүйесі Қазақстандағыдай емес, сондықтан заочка оқып, өзіңіз Стамбулда жұмыс жасау мүмкін емес. Тек былай оқуға болады, әшейін өзіңіз келіп, оқып, сабаққа барып. Например, мен магистратура мен докторантураға кететін болсам, бізде магистратура мен болмаса, көптеген біздің Стамбулдан, немесе или Измит, Бурсадан келіп оқып жүреді. Және алатын сабаққа кластары қожадан қожаға мұғалімдерге бір сабақта 20 адамға қатыссаңыз, екінші сабақта адамға түсу мүмкін. Ол кезде олар біреуі мемлекеттік қызметкер, бірақ сабақта уақыт бар, тапсырмаларын алу қалай айтамын, мұғаліммен отыру керек. Бірақ жаңағыдай жүріп сырттай бұл жақта үйрену қиын емес. Қайырлы ақшамлар. Так, міне түрік тілінде қиындық болмайды. Егер білмесең, центрда болады. Неде томерде. Егер білемін, жетікке десеңіз, онда томерде экзамен тапсырады. B1, B2 дәрежеден болады. Так, жатырсыз дейді. Так, насылсыз? Менің бір группаласым Сакария университетінде докторантура оқып жатырған. Тіл білмей оқуға түсті тілерін оқымша. Әрине, СКУ курста төлейсіз томерге әрбір лейбл бойынша. Мен әлі қатып тұрмын да? Жоқ, жақсы. Нормально? Нормально. Сол себепті томерге оқитындар, ешқандай қиындық жоқ, тіл білмейді деп, мен де кезінде білмей келгем. Сакариядан тәртіпке бағынбай, немесе бұзақылық жасап, оқудан шығып кеткен адамдар бар ма, тәртіп жағынан сұрасам. Ондай жеке өзім, апай сіз білмесеңіз, мен ондай адам білмеймін. Өйткені тәртіп жағынан, яғни бізге шетелдік болғасын ешкім тиіспейді. Және де түріктердің өзі ондай халық емес, былай жаман қарағанға тиіп кеткенге тиісіп, сондықтан ондай нәрселер өте аз.
болса да мен өзім жеке көрген жоқпын. Сізге енді иә еркек ретінде айтып жатырмын, ондай нәрселер болған жоқ, өзім таңғалдым. Біздің Қазақстандағыдай емес, пацан понятие деген ондай жоқ. Барлығы Европа дамыған мемлекеттерінде менталитеті жақсы. Ол жағынан уайымдамай қойыңыз. Енді өзіңіз тиіспесеңіз, сізге ешкім тиіспейді яғни. иә Және де енді ол риск біреуге тиісіп, ертең төбелесіп, оқудан шығарып жіберуі де мүмкін. Өйткені ол үлкен преступление дейді ғой, сол бұзақылық. Тем более сіз келген болғасын, сондай болады сізге требованиялар жоғары әрдайым. Өйткені сіз тек өзіңіз емес, сіз бүткіл Қазақстанды көрсетіп жүрсіз Түркияның азаматтарына, басқа шетел мемлекеттеріне. Сондықтан өзіңізді жақсы ұстауыңыз қажет, жақсы көрсетуіңіз қажет. Қандай жақсы қарапайым қонақжай халық екен. иә біздің негізі әрбір Түркияда оқып жатқан болсын немесе шетелде оқып жатқан әрбір студент біздің елдің айнасы десек болады. Сол себепті сізге қарап бір елді баға береді, бір елге баға береді. Сол себепті сіздің әрбір іс-әрекетіңіз біздің елге сыр болмау үшін, мақтау болу үшін әрқашан өзімізді жақсы жағымыздан көрсету керекпіз. Ер азамат болғаннан кейін жұдырық болуы мүмкін, бірақ мына жақта ешқандай осы 3 жыл жарым уақыттың ішінде ешқандай оқиғаларға Сәурен айтқандай, бұл жақта адамдардың деген бір-біріне құрметі, адамдардың көзқарасы бәрі өте керемет. Сол себепті біз тек қана жақсы жақтарын ғана үйреніп жатырмыз, негатив болған емес. Сол себепті қорқудың қажеті жоқ. Осы соңғы кезде именно еркек ұл балалар солай сұрақ қояды. Қандай запреттер бар деп, төбелесіп шығарып тастай ма деп. Байқап жүрдік ең бастысы. Так, тағы да. Фақат сұрақтар көп сияқты. Иә, Мұқали, қызық сұрақтар бірі болды. Иә. Спортсменсің ғой, мен, насколько я знаю, дзюдоистсің, сол себепті мына жақта, наоборот, түрік достарың, басқа әлемнің жан-жағынан достарың көп болады, ешқандай проблема болмайтынына мен 100% кепілдеймін саған. Көреміз сені. Көреміз сені. Білдей енді қаншама достарым оламайды. Күнде шыға бермейсің. Сакарада Google немесе кім қазақ студенттерде бар? Көбінесе Google-ға Америкада немесе Лондонда оқығандарды алады, немесе айтишниктарды. Жеке мен өз басым қазақстандықтарды білмейміз. Ондай, меніңше ондайлар жоқ. IT мамандығында бізде жоқ қой ешкім оқитын қазақтардың. Иә, жоқ. Жоқ. Көбінесе біздікілер туризм, халықаралық қатынастар, мемлекеттік басқару, түрік тілі, әдебиеті, сондай мамандықтарда оқиды. Иә. Сондықтан олар Google-да жатыр, мен өзім таныстарым. Иә, Google-да былай жалпы Түркияда оқымағандар да болса да қазақтар көп жұмыс істеп жатқан. ЖПТУ-да бітіріп істеп жатқан ғой. Иә. Енді ол тек қана оқуға байланысты емес, өзіңіздің талпыныңызға, өзіңіздің мүмкіндіктеріңізге, өзіңізге байланысты барлығы. Енді оқып шықсаңыз, міндетті түрде түсе аласыз, жұмыс істей аласыз, өзіңізді көрсетсеңіз. Өйткені ол, былай шын айтсам, диплом алу ол оңай болса да, әрі қарай өмір сүру, жұмысқа тұру ол қиын. Жұмысқа қалуға болады. Жұмысқа тұруға болады. Университеттен кейін. Иә, әрине болады. Егер өзіңіз қаласаңыз. Өйткені енді шын айтсам, 5 жылдың ішінде, 5 жыл оқисыз бакалавриатты, мүмкін Қазақстанды сағынып, үйге қайтамын деп, үйде жұмыс істеймін деп айтатын болатын шығарсыз. Өйткені әзірше ең бірінші оқуыңызды бітіріп алыңыз, содан кейін шешерсіз, қаласыз ба, қалмайсыз ба. Өйткені сол 5 жылдың ішінде сіздің Түркияға қарай, халыққа қарай, жұмысқа қарай ойыңыз өзгеруі мүмкін.
Біздің көптеген достар оқып қалып, бұйыртса сол интервьюлардың біреуі жақында шығады. Күтіп адамның өзіне байланысты. Қайда қызмет істейді, оқиды. Емес, главное, қайда адам болғаның. Журналистика қалай? Журналистика қалай? Журналистика енді ол да ең арзан мамандықтардың бірі. Білуімше, Сакария университетінде газета бар. Студенттер сол газетаға әр апта сайын, әр ай сайын жаңалықтар шығарып, мағлұматтар шығарып жүреді. Сондай практика өткізеді, немесе видео түсіріп, әр студенттен, ректор болсын, декан болсын, интервью алып жүреді. Сондықтан журналистика мамандығы енді өзіме өте қызық мамандық, өйткені әрдайым әр адаммен, басқа адаммен танысасың, қызықтар өткізесің. Сондықтан журналист болған өте қызық. Яғни өміріңіз қызыққа толатын болады. Түркияда карантин қашан? Бұл бүкіл әлемдік індет болғаннан кейін күтудеміз, тек қана күтудеміз. Өзіне далаға шықпай, бұйырса, бір Алланың қолдап. Так, Қазақстанда білмейміз ғой, қашан бітетінін, Түркияда тем более. Түркияда карантин, Сакариядан үй сатып алу ең аз көрген бағаны айта аласыз ба? $50,000. Қырғызстандардан тағы интервью алыңыздаршы, тағы жарайды, алармын. Документ жағынан оқуға тапсыруға өзімен диплом мен паспорт болса жеткілікті ма? Осы біздің парақшамызда пост бар құжаттар туралы. Егер де таба алмасаңыз, мен сізге жіберейін, жеке хабарласыңыз. Барлық құжаттар туралы жазылып тұр. Сол ең бастысы енді аттестат пен паспорт, диплом мен паспорт. Бірақ дипломды түрік тіліне аударып, растау белгісін алу қажет болады. Соны толық ақпарат біздің парақшамызда бар. Сәлем, жан. Қалайсың, Юсуф? Юсуф біздің студенттеріміздің бірі. Қандай мамандықта еді? Халықаралық бизнес мамандығында, халықаралық, бизнес қой, бизнес мамандығында оқиды. Видеомызды түсіреді, интервью алады. Өткенде Қырғызстанда студентімізбен алып болатын, өте талантты бірі, өзінің бала. Қырғызстан оқушысы. Например, отзыв материалов, как все жерге алады ол компанияда. Мен қатып жатыр ма? Шүкір, жақсы. Қалай жүріп жатыр карантин жатақханада? Қазір барлық бұйырса Zoom-ға конференция жасайын деп жатырық. Біздің Едренг деген топ бар, волонтерлардың. Осы шетелден келген студенттерге көмектеседі. Сол топтың басшысымен конференция болады, басқа студенттерді шақырамыз. Солар да сұрақтарға жауап берсін. Папай, вы зависаете дейді. Да. Қазір. Ой, мен өзім интернет қосам. Жаман қатып, дауыстар шығып жатыр ғой дейді. Может, мен шығамын дейсің. Шығып кетейін деймін. Шығып кетейін. Давайте біз студенттермен. Ау?
Zoom конференция біз иә, студенттер кіреді, біз Zoom конференциясын ашамыз. Студенттер өзі голосовоймен немесе видеомен сөйлескісі келсе сұрақтар қоя алады. Біз жауап береміз. Zoom ыңғайлысы, интернет көп кетпейді және де қатпайды Instagram сияқты, сондықтан ыңғайлы деп ойлаймын. Және де 49 адамға дейін кіре алады. Жабық сілтеме ашамыз, ссылка. Кім қатысқысы келеді, соларға жеке жіберетін боламыз әркімге. Бөлек адам кірмесін деп. Тек оқуға түскісі келетін адамдар кірсін деп айтпесе. Все адамдар көп. Және де айтарым, ертең 99 кітап ойнатамыз. Ыңғайлы емес ағай, ыңғайлы емес қай жері, Zoom ба? Zoom-да айтып жатқан. Білмеймін, бізде Zoom-да сабақ болып жатыр, ыңғайлы. Просто басқа жер жоқ, WhatsApp-та тек төртеу. Моющие товары. Мен енді шешіңіз бар. Меніңше сұрақтар біткен сияқты. Сұрақтар бітсе, жайлап түсіндірейік. Ертең қаншадан уже басталды. Ертең айтамыз барлығы. Осы апта сайын 10 күн ішінде, немесе 9 күн ішінде әр күні 9 адамға 99 кітап беретін боламыз электрондық түрде. Личный развитиеға, саморазвитие кітаптары, бизнес кітаптары барлығын енді қазір уақыт бар, соны оқып шығамыз міндетті түрде. Сол кітаптардың көбісін өзім де оқып шыққан. Маркетинг жағынан ыңғайлы, бизнес құрастыру үйретеді, сондықтан өте қызық. Ең ұнаған әйтеуір Илон Маск туралы кітап, сосын осы Nike өндірушісінің басшысы туралы сол туралы кітап бар. Кедей әке, бай әке деген кітап күшті. Бірақ ол көбінесе психологияға жатады. Бірақ оқыңыз. Курсты бір аптадан кейін, конкурсты бір аптадан кейін нәтижелері шығаратын боламыз. Кеше ойнаттық. Кеше не болды? Понедельник болды. Вторник күні нәтижелерін шығаратын боламыз. Осы бірінші орын көбінесе адамдар сұрақ қояды. Бір-екі адам қалай ол сонда жеңілдік ретінде. 150 мың теңге ұтқан адам оқуға түссе, біз арқылы біздің қызметтерге біз 150 мың теңге жеңілдік жасайтын боламыз. Егер де ол оқуға түспесе, осы жылы, ол келесі жылы алады, сол жеңілдікті қолдана алады. Егер де ол ұтқан адам оқуға түспесе, басқа адамға сыйлай алады. Сондай шарттарымыз бар, барлығын жазып қойдым. Да. Конкурста болыңыздар, демеушілерге мен не дейін да, или қатып атыр ма? Кстати, әртүрлі мамандықта қосатқан достармен жақта олар шығар. Мен шайда ендірді. Бітірек тікелей эфирді. Иә, сау болыңыздар. Пока.